оңайлатылған сот шешімінің күшін жою. Әрине бұл терминология сіздерге ауыр болуы мүмкін, бірақ орысшасын айтайын, решение в упрощенном судопроизводстве деп аталады. Осы тақырыпқа байланысты көп біздің клиенттер хабарласып жатады. Бұл не? Оның қалай күшін жоюға болады? Не үшін менің қатысуымсыз бұнда сот шешімін шығарады деген сияқты. Соның тақырыпта сізге қазір айтып өтеміз. Тақырыпқа көшпестен бұрын астына подписка жазып, қоңырау басып, жүректі басуыңызды сұраймын. Және тума-туысқандарыңызбен, достарыңызбен осы видеомен бөлісуіңізді сұраймын. Өле жегенше бүре же деген сияқты информация сізге пайдалы болатын болса, достарыңызда, тума-туысқандарыңызда пайдалы информацияны біле отырсын. Енді ары қарай оңайлатылған сот шешімі деген не? Ол қай уақытта шығады? Оны не үшін мен сізге айтып отырмын? Мен алдыңғы видеода мынандай тақырыпқа жауап берген. Менің қатысуымсыз сот шешімін шығаруға қандай құқысы бар? Сол видеоның жалғасы бұл. Сол видеоның жалғасы, яғни оңайлатылған сот шешімі, ол деген сіздің қатысуыңызсыз, және қарыз борышкер дейді ғой, қарыз адамның қатысуынсыз шығарылатын соттың үкімі, соттың шешімі. Ол қалай шығарылады? Мысалға, сіз шотыңызда арест тұр, мысалға. Сосын қарайсыз, кім бұл арестті қойды? Банкке хабарласасыз. Банк сізге сот орындаушы нөмірін береді. Сіз сот орындаушы хабарласасыз. Сот орындаушыға барасыз, материалмен танысасыз. Материалдың ішінде қарасаңыз, оңайлатылған сот шешімі деп шешім тұрады. Оны не істейсіз? Сіз сот орындаушыға распискаға қолхат жазып бересіз, таныстым деген. Сол таныстым деген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде осы оңайлатылған сот шешімінің күшін жою туралы арыз жазып үлгеруіңіз керек. Арызды қайда жазасыз? Сотқа. Қай сотқа? Осы оңайлатылған сот шешімін кім шығарды, қай сот шығарды, сол сотқа арыз жазасыз. Арызды қалай жазасыз? Яғни соттың аты Қазақстан Республикасының Алматы қаласының Бостандық ауданының соты, осындай өзіңіздің ат жөніңіз, мысалы Шыныбаев Марғұлан Мұхтарханович, туған жылыңыз, астына нөміріңіз, телефон, одан тұрғылықты жеріңіз жазсаңыз болады. Одан кейін арызды жазуыңыз керек. Оңайлатылған сот шешімін осындай күні, осындай судьямен, осындай сотта шығарған сот шешімін күшін жою туралы және қайтадан қарастыру туралы. Не үшін? Себебі сіз ол суммамен келіспейсіз. Банкке қарсыз, микрокредитке қарсыз, жай біреуден қарыз алдыңыз, үстіне штрафтар қойып тастады, неустойка қойып тастады. Жұмыс бабы бойынша біреуге қарыз болдыңыз, КСК бойынша біреуге қарыз болдыңыз, штраф бойынша біреуге қарыз болдыңыздар. Білмеймін. Ол қарызбен келіспеймін деп жазуыңыз керек. Ол арыз қабылданғаннан кейін сот тағайындайды. Ол қалай сот кабинеті арқылы тапсырыстар айтпақшы. Сот кабинеті туралы мен келесі видеода айтатын боламын. Сіз сот кабинетімен тапсырасыздар, сот болады, сот сіздің уәжіңізді тыңдап, егер уәжіңіз негізді болса, жаңағындай оңайлатылған сот шешімінің күшін жойып, сотты қайтадан қарастырады. Кешіңізде телефон звондап отыр қазір. Оңайлатылған сот шешімін күшін жояды. Күшін жойғаннан кейін ұйғарым шығарады. Осы ұйғарым не істеу керек ары қарай? Ұйғарымды сот орындаушыға барып тапсыруыңыз керек. Сот орындаушыға барып тапсырасыздар. Міне ұйғарым, одан арыз жазасыздар. Міне ұйғарым шығарылды, заңды күші жойылды, алдындағы сот шешімінің. Сондықтан бүткіл тиымды алып тастаңыз деп сұрайсыздар. Яғни счеттағы аресттерді, жаңағындай мүлік бар, көлік бар, бүткіл аресттерді алып тастау туралы арыз жазасыздар. Сөйтіп, аресттердің бәрі шешіледі. Сөйтіп, сіз өзіңіздің проблемаңызды шешіп алсаңыз болады. Одан кейін сотта сіздер уже неустойка, штрафтардың бәрін алып тастау туралы өзіңіздің уәжіңізді білдіріп, қарсылық білдірсеңіздер болады. Осылайша сіз өз құқығыңызды қорғай аласыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан.
астына подписка жасап, қоңырауды басып, жүрек басып, осы видеомен өз тума-туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отыруыңызды сұраймын. Қазақи заң каналының дамуына атсалысыңыз.